Сәлем, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге өте дәмді және тез дайындалатын, үйдегі барлық заттармен жасалатын осындай нәзік сочниктің рецептімен бөлісетін боламын. Яғни видеомды соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға 20% сметанамызды, яғни қаймағымызды салып шығамыз. Оның үстіне құмшекерімізді салып, жақсылап осындай венчиктің көмегімен араластырамыз. Біздің шекеріміз еріп, өзінің массасын толық ұстауы қажет. Енді осының үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Қыздар, ұнды міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Жақсылап араластырамыз. Енді бізде венчиктің көмегі әсер етпейді, сондықтан қолымызды жуып тазалап, жақсылап, яғни қамырымызды қолымызбен елеп шығамыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабысатындай қамыр болып шығады, одан ешқандай да қорықпаңыздар. Осындай ковриктің үстіне ұнымызды електен өткізіп сеуіп аламыз және қамырымызды осы ұнның үстіне жаямыз. Енді қамырымызды осы ұнның көмегімен бір келкі қамыр етіп дайындап аламыз. Егер менің видеом ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне пікір қалдырып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Міне біздің қамырымыз осындай дайын болды. Енді бетін жауып, 5-10 минутқа бұқтырып қоямыз. Енді біз ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Сарысын осы сочниктің бетіне жағамыз. Ағына сәл ғана шекер салып, миксердің көмегімен шайқаймыз. Алдымен миксерді жай скоростта, одан кейін орташа, содан кейін барып қатты скоростта миксерлейміз. Яғни біздің массамыз төңкерген кезде өзінің формасын ұстайтындай болу қажет. Міне дайын болды. Енді осының үстіне біз творогымызды салып шығамыз. Енді 9% творог, яғни ірімшік. Жақсылап осындай вилканың, яғни шанышқының көмегімен араластырамыз. Үстіне бір ас қасық қаймағымызды салып араластырамыз. Енді біз шекерімізді салып шығамыз. Қантымызды, яғни сіз тәттіні жақсы көрсеңіз, 2 немесе 3 қасық салсаңыз болады. Міне біздің начинкамыз дайын. Енді лопатканың көмегімен жан-жағын барлығын жинап аламыз. Осылай бір рет араластырып аламыз. Енді қамырымызды аламыз да, осындай ковриктің үстіне 2-ге бөліп аламыз. Яғни осылай видеодағыдай жайып, тағы да 3-ге бөліп аламыз. Және осыларды дөңгелектеп аламыз. Енді кішкене оқтаудың көмегімен бірінші қамырымызды жайып шығамыз.
қазақша каналдың дамуына үлесімді қосамын десеңіз, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне пікір қалдырып кетсеңіз болады. Және қоңырау белгісін басып кетіңіздер, себебі менің шыққан әрбір видеом сізге бірінші болып көрінеді. Міне бірінші қамырымызды осылай жайып шығып салып шықтық. Енді мен екінші қамырда сізге осындай құралғымен дөңгелектіп аламыз. Көрсету жолын, жасалу жолын көрсетіп жатырмын сіздерге. Осылай дөңгелетіп етіп аламыз. Және осының беттеріне енді начинкамызды салып шығамыз. Енді бір шетін екінші шетіне жабыстырамыз. Табамызға барлығын орналастырып аламыз. Енді осының бетіне жұмыртқаға сәл ғана сүт қосып, жақсылап араластырып, осы қамырларымыздың үстіне жағып шығамыз. Яғни біздің жұмыртқаға сүт қосқан себебіміз біздің соусшниктеріміз жалтырап, әдемі болып көрінеді. Яғни қып-қызыл болып піседі. Енді осыны қызып тұрған 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің соусшниктарымыз дайын. Яғни менімен бірге жасап көріңіздер, каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен болған Кәмшат. Келесі жолы сіздерге басқа да тәтті түрлерімен бөлісетін боламын. Менімен болғандарыңызға рахмет.